Осы Алматы қаласындағы Қазақ қыздар педагогикалық институтының негізгі ашылуындағы мақсаты мынау болды. Оны осы институттың ашылуындағы деген атақты зиялымыздың айтқан сөзінен байқауға болады. Ол кісінің сөзі мынандай болатын. Осыған дейін алаш зиялылары өмір сүрді, бірақ та алаш зиялыларының әйелдерінің барлығының әйелдері басқа ұлттан болған. Немесе қазақтан әйел алғандарының ішінде ажырасып барып, екінші әйелді, үшінші әйелін басқа ұлттан алған деген сияқты тарихи оқиғаларды келтіреді. Неге бұл алаш зиялылары басқа ұлттан қыз алған дегенге тоқтала кетіп, мына нәрсені баяндайды. 1986 жыл бізде қазақ қыздары білім алған жоқ дейді. 1986 жылы Ыбырай Алтынсарин ең алғаш қазақ қыздарына арнап мектеп ашты, бірақ та қазақ қыздары оқи алмады ол мектепте. Неге? Себебі біздер көшпелі мемлекетпіз, жаз жайлау, күз күздеу, қыс қыстау деген сияқты кетіп қаламыз, ал қыздарды ешқайда тастап кете алмаймыз. Содан 1887 жылы қазақ қыздарына арнап интернат ашқан болатын Ыбырай Алтынсарин. Ал осы интернаттан алғашқы 12 қазақ қызы білім алып шықты. Олар осы 20 ғасырдың басындағы Омарова, Есова деген алғашқы феминистер. Енді осы қазақ қыздарына арнап мектеп ашылды, бірақ та бұл тек қана бастауыш сынып болатын. Әріп таниды, сонымен қатар жаңағы тамақ пісіру, тоқыма тоқу деген сияқты үйге қажетті нәрселерді ғана біліп шығады, болды. Басқа артық білім болмады. Ал біздің алаш зиялыларын білетін болсаңыздар, кезіндегі алаш үкіметінің негізінде тұрған 25 адамның ең кемі 6 тіл білген. 6 тіл. Әлихан Бөкейханов мысалы 9 тіл білген, полиглот. Ал осындай зиялылардың қасындағы серігі де солар сияқты ойлана алатын, солар сияқты анализ жасай алатын адамдар болғаны жақсы.